ата-аналар және оқушылар. Біздер Абай атындағы жалпы орта мектебі, мектеп алды А сынып тәрбиеленуші Боранғалиева Зере Ернарқызы. Біздің бүгінгі тәжірибелік зерттеуіміз судың тәжірибесін жасау болады. Зере, біздер бүгін сумен тәжірибе жасаймыз. Бізге не керек, айта қойшы? Бірінші су керек. Екінші ас тұзы. Және үш жұмыртқа. Тамаша, жарайсың Зере. Зере, ал мына жердегі судың түсі қандай? Судың түсі болады. Иә, судың түсі мөлдір түссіз болады екен. Ал олай болса Зере, бірінші жұмыртқаны бірінші стаканға салып қойшы. Біз бақылайық. Саламын. Ал Зере, жұмыртқа стаканға батты ма, батпады ма? Иә, судың астына батып кетті. Солай ма? Су қандай болды? Иә, су көтерілді. Ал енді Зере, қарашы, жұмыртқа мына жерде кішкентай ма, үлкен бе? Иә, дұрыс айтасың. Ал енді осы суға біз бақылауымызде ас тұзын салып көрейік. Кәдімгі ас тұзын салады ғой. Қасықпен салады ғой. Енді былай ғой. Дұрыс. Енді бір жұмыртқаны салады. Зере, жұмыртқа қандай болып тұр, қарашы? Үлкен болып тұр. Ал енді жақындап қарағанда жұмыртқа судың астына батып кетті ме, батпады ма? Шамалы ғана батты, солай ма? Үстінде аздап не істеп тұр? Шығып тұр, дұрыс айтасың. Ал енді олай болса біз келесі неге шамалы ғана ас тұзын саламыз. Яғни жұмыртқамыз судың бетіне қалқып шықты, солай ма? Батқан жоқ, себебі тұз тығыз болып, оны ұстап қалған екен. Келесі жұмыртқаны саламыз. Ал, қарай ғой. Ал енді Зере, қарашы, жұмыртқа қандай жерде тұр? Дұрыс, жұмыртқа судың ортасында тұр, солай ма? Иә, дұрыс айтасың. Ал енді қарашы, Зере, мына суларға қарағанда судың түсі өзгерді ме? Иә, өзгерді. Судың түсі әртүрлі өзгерді. Және де бірінші стакандағы жұмыртқа астына батып кетті. Екінші стакандағы жұмыртқа судың бетінен қалқып шықты, себебі оның ішінде тұзы көп болғандықтан. Ал үшінші стакандағы жұмыртқамыз ол ортасында тұр, солай ма? Иә, дұрыс айтасыңдар. Олай болса біздер бүгінгі сумен тәжірибе жасау жұмысымызды аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.